Жамбылда 2000-ға жуық есек жайылымды қойып, енді елдің егістігіне ауыз сала бастады. Тұяқты жануарлар Қос ауданының өрісін тарылтып қана қоймай, шөбі шүйгін жерді тып-типыл еткен. Қалқанқұлақ қаштықтан қырылып жатса керек, көлекселері бірінен соң бірі өзен бойымен ағып кетіп жатыр. Белгісіз ауыр тарап, малымыздан айдың күннің аманда айырылып қаламыз ба деген жұрттың жанайқайын аймақтағы әріптесім Дәурен Доғдырбай тыңдап келді. Енді далада еркін жүрген есектердің басы қасында тірі пенде жоқ. Не бақташысы, не жылқы тектес жануардың егесі көрінбейді. Мыңғырған олардың жайылымды жайпап, елді мекен ішіне кіруі шаруалардың ашу ызасын тудырды. Өйткені өрісте төрттілік жейтін бір тал шөпте қалмаған. Тұяқтылар жайылым жерді тақырға айналдырғандықтан мұнда түйір шөпте таппайсыз. Ауыл айналасына жеткен есектерді мұндағы ел енді егістігін күзетіп әлек. Салпонғақ санының көбеюіне байланысты шаруалар қақаған қыста малымызға азық таппай қаламыз ба деп алаңдап отыр. Ешек деген бізге басты проблемамыз болды осы ауылда. Бұл ешек сол 3 жылдың көлемінде болды. Қазір сол жерде бір 3000-да ешек бар. Жазды күндері мына егіндік жерімізді, балалардың дарбызын, жаңағы еккен жоңышқалығын бәрін түк қойма тапап кетіп жатыр. Жайылым жер жалаңаштанып қалған соң ба есек біткеннің бәрі қырылып жатыр. Тұяқтылардың өлекселері өрістен бөлек өзен бойында да толып қалған. Таластың ағысымен өлім ал денесінің ағуы Қос аудан халқын қатты үрейлендіріп отыр. Алда жалда ауру тарап, қой ешкімізден айырылып қалмаймыз ба деп ел алаңдаулы. Қазір енді мынау жатыр, мына таластың бойында әр тоғайдың әр бұрышында өліп жатқан ешектер. Ол іріп жатыр, шіріп жатыр, ол сумен ағып кетіп жатыр. Жинап алмаймын. Ешкім жинап алып жатқан жоқ шын мәнінде. Қалқанқұлақтардың қаптауы мұндағы шағын шаруа қожалықтарға да қатты әсер етіпті. Жайылым жерде түк қалмағасын, шаруалар мал жайын жинай сала тұра қашқан. Осы ешекке жақын жердегілер есектің кесірінен бәрін тастап, қоныс аударып кетті. Жайылым жоқ, бәрі тап-тақыр көрініп тұрғанша 3 үй көрініп тұр. Ол қазір мен осы жерде жақын жердеген айтып отырмын. Әлде бұндай табылады сұрастырса. Аудан әкімдігі тұяқты жануардың қырылып жатқанын растады. Жергілікті биліктің мәліметінше өлекселердің өзенге кері әсері бар жоғы әлі анықталып жатыр. Жауабы сараптама қорытындысынан кейін дайын болады. Әзірше есектерді өзге өңірге көшіретін жұмыстар жүріп жатыр екен. Ол кісіні біз бірнеше рет шақырдық, дегенмен ол бізге әкімдікке келмейді. Бірақ кеше хабар берді, бізге 2-3 күннен кейін біз алып кетеміз деп. Бізде бәрібір сенім жоқ, себебі әр хабарласқан сайын ол 20 күнде алып кетем, 30 күнде алып кетем деп айтады, бірақ дегенмен алып кетпейді. Оны құзырлы органдарға да бердік, арнайы инспекцияға да бердік, ветеринарлық службаға да бердік. Негізгі құзырет соларды. Облыс әкімінің орынбасары біздің тарапымыздан есек егесіне 1-1 гектар жер берілмеді дейді. Ол тек жергілікті шаруамен келісім жасап, сол аймақта малдың жайып отырған жеткізді. Мұң болған мәселені шешу бағытында қазір Қытаймен келіссөздер жүріп жатыр екен. Біз былтырдан бері қазіргі таңда ауыл шаруашылық министрлігіне жасыл дәліз ашып беру рұқсатын күтіп отырмыз. Яғни олар Қытай тарапымен келіседі. Қазір келіссөздер жүргізу жұмыстары жүріп жатыр. Қытаймен келісу оңай емес. Қазіргі таңда чипталды базада тұр. Қытай тарапы жасыл дәлізді ашқан кезде ол есектердің барлығына алып кету, Қытайға алып кету туралы талап қойып отыр. Жасыл дәліздің жақын арада ашылуы екіталай. Өйткені бұл мәселе 2 жылдан бері толық шешім таппай отыр. Сондықтан Қос аудан арасындағы ауылдағы ағайынға өлексе иісін иіскеп, 2000-ға жуық есекті күнде көруге тура келеді. Дәурен Доғдырбай, Еуразия бірінші арнасы, Жамбыл облысынан.